себебі осы қоқыстарды неге жинамай істеген. Мынау елімізге деген ұрпағымызға қалдыратын осы мінекей көк көңгі, керемет майша шөбі, көгілдір ағашы, таза жолымыз біргелігі деген сияқты осының бәрін ұрпақ ары жалғастыру. Қазақстан тазалығы деген акциямыз бүгінгі сәтті болсын. Осында акция кезінде келіп бәрін жинап істеудің қажеті жоқ. Өзіміздің үйімізден басталады, өзіміздің орнымыздан басталады. Әр үйде жаңағы далаға шығып, есіктің аузына жаңағы мұса тастап кететін өзіміздің тұрғындарды көріп жүрміз. Сол үшін мынандай жұмысты бұндай постоянно дейді ғой. Әрқашан тұрақты түрде жүргізу керек деп ойлаймын. Күнде жүргізу керек. Ондай тәрбие беру керек. Үйге осындай тәрбие беру керек. Балдарға сондай тәрбие беру керек. Әр елге барған кезде, сыртқа барған кезде өздерін қарап жүр, қалай таза, тамаша, таза деп. Соларға жаңағыдай оларға қуанғанша өзіміздің елімізде сондайды істеп білейік. Біз спортшылар болайық, болмаса депутат болайық, болмаса ақсақал, еңбектеген бала болайық. Біз қаланың тазалығы үшін, үйіміздің тазалығы үшін барлық жерде дайынбыз. Қай кезде болса да осылай таза қала, әсем қалаға атсалысуға баршамызды шақырамын.